сферада, осы салада қызмет етіп жүрген әріптестерді бір шақырып, осы саладағы жиналған мәселелерді ортақ бір талқыға түсірсек дейді. Сондықтан біздер осы көктемнен бастап осы мәселемен айналыса бастадық, түгендей бастадық. Ең алдымен кімдер осы салада бар екен, қандай сайттар бар екен, олар қалай қызмет етіп жатыр. Осының бәрін зерттей келе, міне бүгінгі осы шараны өткізуге шешім қабылдадық. Бүгінгі іс-шара Қазақстан телерадио корпорациясының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Бірақ бұл шараға үлкен қолдау білдірген біздің әріптестеріміз, достарымыз, ең алдымен Америка құрама штаттарының Қазақстандағы елшілігіне үлкен алғысымды білдіргім келеді. Қазақстан пресс-клуб ұйымына да өз атынан және менің де әріптестер атынан осы бүгінгі жиынды өткізуге көрсетіп жатқан көмектері үшін алғыс айтқым келеді. Қазір біз қандай оқырмандық тәрбиеледік? Біз ойланбайтын, ойсыз, сосын жаңағындай бүгінгі мәселелерді емес, әншілерді, немесе жаңағы топ жұлдыздарды, солардың артынан еріп кететін, немесе бір сенсациялық жаңалықтарды іздейтін оқырманды тәрбиелеп отырған сияқтымыз. Өйткені соңғы кездегі тенденция, немесе соңғы кездегі тренд осыған алып бара жатыр біздің. Тіпті 5 жастағы баланың өзі әншінің өмірін бес саусағындай біліп отырады, бірақ өзіне қажетті ақпараттарды білмейді. Неге десеңіз, бұл біздің жаңағы оқырманды тәрбиелеуге байланысты мәселелеріміздің бірі. Сайттағы жаңалықтардың түрі осы. Біреудің әйелін ұрып соғып көшеде масқаралағаны, немесе полициялардың бір кемпірдің тұтқындағаны деген сияқты мектептегі бір сорақылық жағдайлар. Бұл сайттың редакторы өзіміздің танысымыз, Нұрлыхан деген жігіт, өте тамаша, қарымды журналист десек те болады. Бірақ бұл өткенде сұрағанымызда бірнеше жыл бұрын Қасым Кезіп осындай сайтқа айнала бастады. Сосын сұрағанымызда не ол сайтыңа десек, ол айтады, менің құрылтайшыларым, жаңа сайттың иелері тендер алғысы келеді дейді, осы заказ. Ол үшін көрермендерді, оқырмандарды тарту керек дейді. Сондықтан өзім де мысалы қуанбаймын бұған, бірақ амал жоқ, осындай жағдайға барып тұрмыз деп. Шын айтсақ, бұл барлық біздің сайттарымыздың басындағы жағдай. Мемлекет біздің қоғамның сананы тәрбиелеу үшін бізге ақша береді. Мысалы, былтырғы бір жылдың ішінде мемлекет 2,7 миллиард теңге бөлген. Қазақ интернеттеріне ғана, телевизияда емес, газетте емес, дәл интернетке ғана. Сонда мен мысалы бір жылдың ішінде керемет бір ол мынау мықты сайт екен деп, мен бір ешбір сайтты көрген жоқпын. Белла қарындасым айтып жатыр ғой, мемлекеттік қаржыландыру керегі жоқ дейді. Мемлекеттік қаржыландыру керегі жоқ емес, керек. Міндетті түрде керек. Американың шіріген бай Билл Гейтс 70 миллиардтың иесі отырған мемлекеттің тендермен байыған адам әрбірден шын мәселе. Неге қазақ сайттары мемлекеттің ақшаламасқа. Сол үшін бұл мәселеде жаңа Есенгүл өте жақсы айтты, мемлекеттің берген ақшасында мониторинг жүргізу керек міндетті түрде. Ол қайда кетті? Мемлекеттің ақшасын алып, өзіне пәле-жалағын жауып, ойын-сауық анау-мынауды айтып, сонымен ғана жаңағы символдың есебінен отчеттің беріп кетіп қалатын сайттар бізге керек жоқ. Өкінішке қарай бұл мемлекеттік тапсырыс көп жағдайда біздің қазақ сайттарының контентіне өте қатты кері жағынан әсер етіп отыр. Өйткені барлығымыз сол тендердің талаптарын орындаймыз деп рейтинг болып, неше түрлі ВКонтактедегі түрлі топтарда ақпараттық үлкен мақалалар беріп жатқан жайы бар. Көп сайттардың, мысалы жаңа берейін кейбір сайттарға хабарласса, сіздің компанияңыздың, газет сайтыңыздың оқырмандық портретін қандай, кім сізді оқиды, жасы қанша десеңіз, оны білмейді. Сосын бағасы мысалы, біз қарапайым қысқа жаңалық берейік, бағасы қанша десеңіз, оны айта алмаймыз. Бұндай жағдай бола отырып, бізге жарнама бермейді деп, біз қаржы таба алмаймыз деп, кінә қою меніңше дұрыс емес. Оқырманның ғана қалауы емес, оқырманды тәрбиелеу деген мәселе бар. Яғни оқырман қай жаңалық сапалы, қай жаңалық сапасыз екенін түсінетіндей деңгейде болу керек. Бұл үшін олар сапалы мәтінді оқи білу керек. Ол мектептен, жоғарғы оқу орнынан басталады. Яғни соңғы жылдары білім мен ғылым категориясын алға шығарып, сол бағытта жұмыс істеп жатқан бұқаралық ақпарат құралдары жоқтың қасы деген деп айтуға болады. Бүкіл әлемде білім саласында өзінің ғана үлкен мәселе бар шешіледі. Білім саласындағы реформалар жай айтамыз, бітпейді, бірден кейін бола береді дейді. Бұл енді мен ғана емес, осы білім саласымен не
маманданған адамдардың көпшілігі айтады. Екі мәселе, біреуі білім саласының білім сапасын арттыру, екіншісі сапалы білімді көпшілікке қол жеткізу. Яғни технологиялардың таралуы және сервистердің таралуы бұдан былай инфрақұрылым тарауы арқылы емес, контент сапасының ілгерілеу, контент сапасының жоғарылауы арқылы жүреді. Бұның барлығы контентке қойылатын талаптардың өсетіндігін көрсетеді.